Армысыздар, қадірменді достар. Біз бұл дәрісте нарық механизмінің негізгі элементтерін қарастырып өтеміз. Олар баға, сұраныс пен ұсыныс және де бәсеке. Енді бәсекеге үңілетін болсақ, Адам Смит айтып өткен, бәсеке ол көрінбейтін қол деп. Оны біз қалай түсінеміз? Мысалға алайық, бір А деген кәсіпорын сүт шығарады. Сол сүтті 200 теңгеге сатып, белгілі бір өзінің пайдасын алады. Енді Б деген кәсіпорын, ол да сүт шығарады, бірақ ол 150 теңгеге сатады. Б кәсіпорыны бағасын төмендеткені үшін А кәсіпорыны да бағасын төмендетеді. Ол 150 теңге қылады. Бірақ тұтынушыларды өзіне тарту үшін ол тетра пакет ойлап табады. Ал Б кәсіпорыны А кәсіпорыннан қалмас үшін тауар ассортиментін көбейтеді. Яғни ол сгущенка шығарады, йогурт жасайды. Яғни бұның бәрі не деген мағына береді? Көрінбейтін қол арқылы бағанағы нарық субъектілері тұтынушыларға керемет жақсы жағдай жасайды. Өйткені олар тауардың сапасын арттырады, тауардың ассортиментін көбейтеді және тауардың бағасын түсіреді. Қайталаймын, бәсеке арқылы нарықтың субъектілері өз пайдасын арттыруды ойлап, әрі әрекет етіп, тұтас болған қоғам үшін тиімділіктің негізін қалайды. Яғни, бәсеке ол осы нарық субъектілерінің арасында жүретін, көрінбейтін қол сияқты болып табылады. Бірақ Адам Смит айтқан, мемлекет араласпау керек деп. Яғни, егер мемлекет араласпаса, осындай нарық субъектілері бір-бірімен жарыса отырып, қоғамды ілгері қарай дамытады деп есептеді. Сол. Енді бәсеке туралы тағы бір анықтама айтып өтейік. Бәсеке ол нарық субъектілерінің пайданы барынша ұлғайтуға, яғни қойылған мақсатты жүзеге асыру жолында өндірістің аса қолайлы жағдайлары үшін кәсіпкерлердің өзара күрес қатынастары ретінде көрінетін экономикалық жарысы болып табылады. Енді даму масштабы бойынша бәсеке ол жергілікті бәсеке, сала ішіндегі бәсеке, сала арасындағы бәсеке және ұлттық бәсеке, ғаламдық бәсеке болып бөлінуі мүмкін. Ал жүргізу әсеріне қарай бағалық бәсеке болуы мүмкін, бағасыз бәсеке болуы мүмкін. Және де ниеттері бойынша адал ниетті бәсеке болуы мүмкін, және адал ниетсіз бәсеке болуы мүмкін. Бәсеке даму сипатына қарай жетілген бәсеке болып бөлінеді, және де жетілмеген бәсеке болып бөлінеді. Енді біз жетілген бәсекеге назар аударайық. Ұқсас тауарларды сататын көптеген сатушылардың арасында орын алады. Яғни, тауарлар ұқсас көп болғандықтан тұтынушыға бәрібір болады, кімнен алса да. Мысалға, сіз базарға кіріп шықсаңыз, көптеген адамдар подходи, дорогой деген азық-түліктер сатып отырады. Яғни, бұл жерде азық-түлік сатып отырған тауарлар ассортименті өте көп, және де олар сатушылар да өте көп болып табылады. Сізге бәрібір қайсынан алсаңыз да. Және де бұл нарыққа кіру де оңай, шығу да оңай. Мысалға, сіз базардың бір шетіне барып арендаға алып, азық-түлік сата аласыз. Және де сатқан бұл нарықтан тез шығып кете аласыз. Және де ешқандай бір сатушы да, сатып алушы да нарық тепе-теңдігіне әсер ете алмайды. Мысалға, бір сатушы мен бүгінен бастап картошканың бағасын 1000 теңгеде сатам десе, одан ешкім алмай қояды. Және де ол өзінің тауарды бағасын өсіріп жібергенмен, немесе түсіріп жібергенмен, ол нарыққа ешқандай да әсер ете алмайды. Тауарлардың ұқсас біркелкі болғаны үшін тұтынушыға кімнен сатып алса да бәрібір болады. Бұл туралы айтып өттім. Және де тұтынушылар нарықтағы бағаны жақсы біледі, сол себепті сатушы тауар бағасын көтере алмайды.
сатушылар өзара баға туралы алдын ала келісіп ала алмайды, себебі нарықта сатушылар көп. Ол түсінікті. Және де тәуелсіз фирмалар көп болады, және де бағаны қадағалау жоқ болады. Бағаны нарық белгілейді. Енді бәсеке даму сипатына қарай, енді біз жетілмеген бәсекені қарастырамыз. Жетілмеген бәсекеде тауар өндірушілер тауардың бағасына әсер ете алады. Және де тауар көлемі белгілі бір шектеулі болады. Және де бұл нарыққа кіру мүмкіндігі шектелген. Енді олар үш типте болады. Біріншісі монополистік бәсеке, екіншісі олигополия, үшіншісі таза монополия. Мынаған мән беріңіздер. Монополистік бәсеке мен таза монополия олар екі түрлі ұғымдар. Бірінші біз монополистік бәсекені қарастырып өтеміз. Монополистік бәсекеге бұл нарыққа кіруде аздап болса да қиындықтар кездеседі. Мысалға, мұнда кіру үшін арнайы бір лицензия керек болады, патент алуға мәжбүр болады. Енді сіздерге мысал ретінде мен косметиканы келтірдім. Тағысын тағы құрылыс компаниялары болсын, тағысын тағы фармацевтикалық компаниялар болсын, осыған мысал бола алады. Енді бірақ бұл жерде өзгешеліктер бар. Мысалы, бір қарындасымыз Avon'ды қалайтын болса, онда ол арзан тауарға жүгірмейді. Мысалы, тура сондай тауар ұсынатын Oriflame компаниясына қарағанда сәл бағасы қымбаттау болса да Avon'ды таңдауы мүмкін. Егер кім қымбат болып кететін болса, ол компаниясын ауыстырып жіберуі мүмкін. Сол сияқты, мысалы, монополистік бәсеке дегеніміз ол жерде тауарларды өндіретін фирмалар көп болады, бағаға әсер жоқ, және де спецификалық рынокта тауар мен қызметтің дифференциациясы бар болады. Яғни тауарларды әртүрлі болуы мүмкін. Төртіншісі, бұл рынокқа кіруге де шығуға да болады, бірақ аздап қиындықтар болады. Мысалы, лицензия алу керек, патент алу керек деген сияқты. Енді біз монополистік бәсекені қарастырып өттік. Екіншісі олигополия. Олигополияда бұл жерде мысалға нарықта бірнеше ірі сатушылардың бар болуымен байланысты болып табылады. Бұған біз автомобиль нарығын айтсақ болады. Және де ұялы байланыс телефондар нарығын мысал келтірсек өте керемет. Мысалы, Nokia, Apple дегендер бар, Samsung деген бар, LG бар. Яғни осылардың барлығы ірі кәсіпорындар болады. Яғни нарықта ірі сатушылардың бар болуымен байланысты болады. Бұл нарықтың өзгешеліктерін айтатын болсақ, ұқсас тауарлар мен қызметтерді өндіретін ірі фирмалар бірнешеу болады. Одан кейін кейбір тауарлардың дифференциациясы болады, яғни әртүрлі болуы. Және де бұл нарыққа кіру қиын, көп инвестицияларды қажет етеді. Ал үшіншісі таза монополия. Таза монополия дегеніміз ол чемпион. Бір сатушының ғана нарығы. Бәсеке мүлдем болмайды. Бағаны өзі белгілейді. Және де қанша сатса да өзі біледі. Өндіріс көлемін де өзі шешеді. Яғни бұған біз мысал келтіруіміз үшін бүкіл мемлекет көлемінде бұлай айту қиын болады. Ал егер белгілі бір ауыл, бір қалашық көлемінде қарастыратын болсақ, мысалға құрылыс заттарын сататын бір ауылда бір-ақ қана магазин болуы мүмкін. Немесе ауылда бір ғана темір жол болуы мүмкін. Бір ғана аэропорт болуы мүмкін. Тағысын тағы осындай дүниелер. Монополия дегеніміз ерекше тауардың бір ғана сатушысы болатын болса, монопсония дегеніміз тауарды бір ғана сатып алушының болуы болып табылады. Әзірше осы дәрістің электрон нұсқаларын әрі презентациясын көрсетілген сілтеме бойынша таба аласыздар. Сіздерге көп рахмет, сау болыңыздар.